Көпшілер ағбандағы үгірічлер кімнешін училище инкерін пик плес пиршеткен үгірідік заведениелерінің алнында барған. Училище гендік сабланы сағылған үгірічлерінің арасында Наталья Петровна Абдинаны адирғы керек. Орыс тілі пасы литературасының үгірічізіне хака солқыстарын өдік шықты соңдайларына көп үгірідерге келіскен. Посционына хынысты, ұлығласты, ол сейтік ызығдағы шыларды тыйтқан. Мен болғым ызығда 30 жылдам, 3 жасыда барысқам. И хайдетіп келіс барған. В общем, тадарлар Черемховқа барысқанар көбізі. А біз барысқыз Ташетский район. И анда бірле семья барған орыз арасында, бірле. Дедушка бізге запретил ибде жоқтызыға орысты. Біз ибде жоқтамыз только тадарлар. Шибіргі түртчіл ызығда полсалғынар Тодиновтар сөбірізі. 1954 жылдылы Наталья Петровна түрен черіндер айланырға келіскен. Анда доқол пөсік үгірідіглік үгірітші болған. Өзберді анда туған аршықтан Тодиковтан ол аның апсаға олған Майнашев, председателем сельсовета. Вот. И анда в школу устроилась, и анда шуштам. И Николай Андар келген тоғынаға после окончания этого института. И неме, и вот анда 54 жылда алысығыз. 54 жылда мен келгем, 55 жылда алысығыз. Наталья Петровна позның қадақонғана Николай Степанович Абдинге шықтазы тоза сынарғыз болып, репрессия тартылған кізілеріні ақтапалар кереке өді құлықозым еткен. Пүйін біз прай жүрепістің аны 9 жазының алқыстап жабыз. Қиға, олық білістік. Пістің шонның хорлыстың тұстарын тұрыстыра ерткен кізі Наталья Петровна амда көпшілер анда оқшарық сақыстық, пик хазықтық жүріңер.